Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге түрік наны семиттің қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде өздеріңізге сақтап алып, жасап көріңіздер. Өте дәмді, оңай жасалатын жұп-жұмсақ булочки тәріздес нан. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстінен тұз, шекерімізді және де аштығымызды салып жақсылап араластырамыз. Соңында ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақтау болып иленген кезде үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап қамырдың басын біріктіріп, жылы жерге жауып орап қоямыз. Жарты сағат қамыр көтерілгенше. Көтерілген қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, орап осылайнан өріп шығамыз да. Бізде бұл жерде балды су және де күнжіт суға 2 ас қасық бал салып араластырып, осылай балды суыңызды дайындап аласыздар. Және де бір ыдысқа күнжіт салып, қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Міндетті түрде сақтап алып жасап көріңіздер. Пеш 180 градуста болуы тиіс. Ас болсын.